Бір адамның кім екенін білгің келсе, қолына билік бер. Би түзу, билік әділ болсын. Білмей тұрып билік айтудан аулақ болғын. Кім бейбіт түрде билегісі келсе, билігі бар халықтың ризашылығы аясында болсын. Билік айтсаң түзу кес, адалын айт. Халқыңды билеместен бұрын өз ордаңды билеп ал. Қазаққа ақыл берем, түзеймін деп қам жеген адамға екі түрлі нәрсе керек. Біріншісі зор билік, екіншісі есепсіз байлық. Дүние билігі күннен күнге ақылды, ұста, жұрт қолында ауып барады. Бізді билегісі келетіндерге тосқауыл болғаннан гөрі, олардың өзін билеген анағұрлым жеңілірек. Ақылдылықпен ел биле, білімділікпен жұртты аузыңа қарат. Әлемді жастар билейді қартайғанда. Елді билеуден адамның өзін өзі билеуі қиын. Жағдайы келгенде бақ көтеріп таққа отыру бола береді. Бірақ соның буымен өзін өзі ұстай алмай, абыройын шашатындар көп. Көп шуылдақ не табар, билемесе біргемейді. Сөйлей білмейтін адам мансап биігіне көтерілмейді. Адамдардың бірі игілікті биліктен, екіншілері білімге құмарлықпен, ғылыммен, үшіншілері рахаттан іздейді. Өзіңді өзің билеу, өзіңмен өзің соғысу деген сөз. Басшы қабандай қайсар, қасқырдай күшті, сауысқандай сақ, қаршығадай қырағы болсын. Бастық елді билеу, шаруашылықты ұйымдастыру туралы жазылған ғылымның негізін жақсы білуі керек. Халықты дұрыс басқару үшін басқару ғылымын меңгермей болмайды. Сараң бек ел билей алмайды. Адамға билік бер, сосын кім екенін білесің. Билік те қауіпті. Егер билік ақылды адамның қолына берілген болса, онда ақылды басшыға. Ал ақымаққа берілген болса, онда есерсоққа айналады. Жер суынан айырылған елде не билік болады? Жындыға қылыш ұстатқан қандай қауіпті болса, арамзаға билік беру сондай қауіпті. Әлемді билеген ерді әйел билейді. Жаратылыста сұлулар бұзықтар қолында кетеді, билік алаяқ қолында кетеді. Байлықты сараңдар алады, жауын теңізге жауады. Жан бас тартқандықтан ми басқару билігін өз қолына алады. Билікте болмыс деген болмайды, өйткені ол жылдам қимылдайды. Қызғаныш көп жағдайда өзге бір адамның ісі мен көзқарасына билік етуге деген құштарлық. Билікке ұмтылушылық пен үстемдік бар жерде қызғанышқа да орын табылады.